Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, оңай жасалатын голубцы сорпа жасайтын боламыз. Алдымен фаршымызды ыдысқа салып, жібітілген күрішімізді салып, екеуін жақсылап араластырып, тұзымызды, бұршымызды салатын боламыз. Жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Және тазаланып қойған болгарскийіміздің ішіне барлығын салып шығып, ортасын тесіп қоямыз. Мінекей, сонда барлық күрішіміз пісіп шығатын болады. Мінекей. Сорпасына пиязымызды осылай жұқа етіп турап аламыз. Және сәбіз салатын боламыз. Сәбізімізді 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Мінекей, осылай турап картошкамызды турайтын боламыз. Және қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Пиязымыз қызарғанша, сарғайғанша қуырсаңыздар, өте тамақтарыңыз дәмді болып шығатын болады. Және дайын болған сәбізімізді саламыз. Және қуырып аламыз. Картошкамызды саламыз. Тұзымызды, томатымызды салып, және тағы араластырып, суымызды құйып, суымыз қайнаған соң голубцы